Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы: нұсқаулық жазамын. Дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: өлеңді түсініп оқып, оған ат қою. Тақырып бойынша нұсқаулықты жалғастыруға үйрену. Дара және күрделі етістіктерді ажырату. Балалар, сабағымызды серпілген сауал әдісі бойынша бастайық. Бірнеше сұрақ қоямын, соған жауап беріп отырамыз. Бірінші, сөз таптарын ата. Екінші, етістіктің ережесін еске түсіреміз. Үшінші, етістіктің сұрақтарын айтамыз. Төртінші, етістік сөздері бар сөйлем құрастырып айтамыз. Бесінші, дара етістік болатын мысалдар келтіреміз. Алтыншы, күрделі етістікке мысалдар келтіреміз. Балалар, үлгермеген жағдайда бейнебаянды үзіліске қойып, жауап береміз. Ережені пысықтау. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшты. Күрделі етістік 2 не 3 сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Балалар, енді нұсқаулыққа анықтама берек. Нұсқаулық дегеніміз белгілі бір жұмысты орындау кезіндегі ереже мен тәртіптер жиынтығы. Әрдайым есте сақтаймыз. Ал балалар, алдымен күн ретін жазып алайық. Үлгермеген жағдайда үзіліске қойып қоямыз. 30-шы жаттығу. Сонымен, 30-шы жаттығуда не істеу керекпіз? Кәне оқимыз. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжап айтамыз. Мәтіндегі сұрақтарға жауап жазамыз. Мәтіннен етістіктерді тауып түріне ажыратып береміз. Алдымен балалар, үзіліске қойып мәтінді оқып алайық. Мәтіннің ішінде сұрақ бар ма? Сол сұрақтарға жауап берейік. Етістіктерді тауып алайық. Оларды етістіктердің түріне ажыратамыз. 36-шы жаттығу. Сұрақтарды басшылыққа алып, сенбілік тақырыбында хабарлама жаз. Сұрақтар: сенбілік қашан болады? Сенбілік қай жерде өтеді? Оған кімдер қатысады? Яғни балалар, осы сұрақтарды басшылыққа ала отырып, хабарлама жазамыз. Бейнебаянды үзіліске қойып қоямыз. Хабарламаны жазып болсақ, 37-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Бейнебаянды үзіліске қойып, мәтінді оқимыз. Мәтінді оқып болсақ, оқығанымыз мәтін екенін дәлелдейміз. Сөз жұмбақты шешіп болсақ, шешуіндегі аң туралы қысқаша мәлімет бер.
38-ші жаттығу. Жұмбақты көркемдеп жаз, шешуін тап. Етістіктердің астын сыз, дара күрделі екенін ажырат. Жұмбақтың шешуінен шыққан сөзге қысқаша мәлімет жазамыз. Дыбыстық талдау жасаймыз. Бірінші, сөзді оқимыз. Екінші, неше дыбыс бар екенін анықтаймыз. Үшінші, буынға бөлеміз. Төртінші, дауысты дыбыстарды анықтаймыз. Бесінші, дауыссыз дыбыстарды анықтаймыз. Алтыншы, неше әріп бар екенін анықтаймыз. Жетінші, дыбыстарды сипаттаймыз. Мәлімет жазып болсақ, 39-ші жаттығуға қараймыз. Берілген тақырып бойынша тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құра. Тақырыбымыз сотқар мысық. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Тірек сөздер: мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Осы сөздерді пайдаланып, сотқар мысық тақырыбында әңгіме құрап жазамыз. Бейне баянды үзіліске қойып қоямыз. Дара және күрделі етістік туралы не білеміз? Нені білесің? Нені білдің? Нені білгің келеді? Айтамыз. Орындалған тапсырманы электрондық пошта немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереміз. Бейне баянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта